Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде бөлім бойынша жиынтық бағалау. Біз сіздермен осы 90-да ғылым және технология жетістіктері деп аталатын бөлімді аяқтадық. Бүгінгі жиынтық бағалау жұмысы осы бөлімнің тақырыптары бойынша болмақ. Оқу мақсаттары: мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. Бағалау критерийлері: негізгі, қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтайды, сұрақтар құрастырады. Негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктейді. Материалдар негізінде жинақы мәтін жазады. Бірінші тапсырма бойынша сіздер мәтінді мұқият оқып танысып алғаннан кейін негізгі, қосымша ақпараттарды және көтерілген мәселелерді ажыратып, беріліп отырған кестеге түсірулеріңіз қажет. Мәтінді ықшамдауларыңызға болады. Мәтінді мұқият тыңдап алыңыздар. Мәтіннің тақырыбы: iPhone 6 смартфонын құлтемірлер құрастырады. Apple өнімдерін құрастыратын Foxconn Technology компаниясы жұмысшы адамдарды құлтемірлерге ауыстыруды бастады. Нақтырақ айтсақ, iPhone 6 смартфондары жиналатын конвейерлер толық құлтемірлер арқылы басқарылатын болады, деп хабарлайды Mashable.com сайты. Қазіргі кезде Foxbot деп аталатын арнайы жабдықталған автоматты құрылғылар тәжірибе жүзінде тексеруден өтіп жатыр. Алдағы уақытта Foxconn зауыттарының бірі осы құлтемір аппаратымен жұмыс жасайтын болады. Ал Apple компаниясының мобильді құрылғылары жансыз темір аппараттар жасап шығарған алғашқы өнім болмақ. Бұл ақпаратты Foxconn компаниясының атқарушы директоры Terry Gou акционерлердің жиналысында хабарлады. Гоудың жасаған хабарламасына орай, iPhone сериядағы жаңа смартфондарды құрастыратын компания 10 000 Foxbot'ты іске қоспақшы екен. 20 000-нан 25 000 ақш доллары шамасында тұратын әрбір темір жұмысшы компанияға қаржының біршама үнемдеуін алып келеді. Apple Insider ақпаратына сенсек, бүгінде Қытайда орналасқан Foxconn компаниясында 1 миллион адам еңбек етеді екен. Жалпы бұл жоспар Foxconn компаниясында 2011 жылы басталған болатын. Сол кездегі жоспар 10 000 темір аппарат болған. Ал 2014 жылға дейін олардың саны 1 миллионға жетуге тиіс болған. Дегенмен, құлтемірдің бағдарламасын жасау біраз қиындық тудырып, жасалған жоспар уақытынан кешіктірілген болатын. 2014 жылдың наурыз айында Apple iPhone смартфондарының қуат жинақтағышын толық автоматты түрге өткізу туралы ақпарат жарияланған болатын. Оған түрткі болған басты себеп смартфонның құрастырылу кезінде адам еңбегін көп қажет ету еді. Дегенмен, бар еңбек құлтемірдің есесіне жазылмасы анық. Қалай дегенмен де, құрастырудың бастапқы кезеңде Foxconn компаниясы адам еңбегінсіз белгіленген нәтижеге жете алмайды. Сондықтан компания басшылығы тағы 100 000 адамды жұмысқа алуды көздеп отыр. Себебі біз алдында хабарлағандай, iPhone 6 смартфондарының ең көп мөлшердегі сандық көрсеткішін жоспар бойынша өз уақытында жасап үлгеру мүмкін болмай қалды. Бұл жыл Apple жаңа смартфонының 2 түрлі нұсқасын шығаруды жоспарлап отыр. Қытайлық жабдықтаушылар құрастыруды осы тамыз айынан бастауға дайын. Мәтінмен мұқият танысып алғаннан кейін, бірінші тапсырманы орындағаннан кейін, екінші тапсырмаға көшесіздер. Мәтіннен анықтаған негізгі қосымша ақпараттар мен көтерілген мәселелер бойынша өздеріңіздің жұптарыңызға кемінде 3 сұрақ құрастырып дайындайсыздар.
Сұрақтардың ақпараттар мен мәселелерді анықтауға бағытталуын міндетті түрде ескеріңіздер. Үшінші тапсырмада мәтін бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазасыздар. Құрметті оқушылар, жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторларға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша негізгі ақпаратты табады, қосымша ақпаратты табады, мәселені анықтайды. Әрқайсысына 1 балдан беріледі. Екінші тапсырмада негізгі ақпаратты анықтауға қатысты сұрақтар құрастырады, қосымша ақпараттарды анықтауға қатысты сұрақтар құрастырады, мәселелерді анықтауға қатысты сұрақтар құрастырады. Бұл жерде де әрбір орындаған тапсырмаларыңызға 1 балдан аласыздар. Үшінші тапсырмада қажетті сөйлемдерді табасыздар, ақпараттарды іріктейсіздер, жинақы мәтін жазасыздар. Бұл жерде де әрбір орындаған тапсырмаларыңызға 1 балдан беріледі. Жалпы бал саны 9. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.